Pandanın епілік моделі Кунг-фу панда сиятсыз. Үйден таңертеңгісін ерте шығып, үйден тамақтанбай шыққан едім. Біз кішкене қарным ашып. Кафеге келіп, каша заказ бердім, сабай алып кетсем, 10:30-да бізде студияда болу керек. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік, қарындарыңыз аш қалмасын. Бүгін маған шашымды осылай күшті қылып жасап атқан Бени ханым. Сізге көп рахмет. One love, one love. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыздар. Годовой медосмотр өтіп жүрміз. Black деп аталады бізде. Уайымдамаңыздар. Больницадамыз, бірақ. Аллаға шүкір. Бәрі жақсы екен. Кейбір ноларды айтып тұрған кезде ең басты алмаңыздар. Денсаулық болса, қалған ақырын бол. Бүгін эфирге баратын болдық. Үлгереді екенбіз, салдар бұйырса. Эфир қараңыздар. Мен таңасымды ішіп жатырмын. Гранат жеп алдым. Енді творог, кезекте кальций. Творогқа қаймақ қосамыз, бал қосамыз, қант мүлде қоспаймыз, е? Сонда өте пайдалы болады. Және оны жеп. Бердақ жалпы андай киноларға көз қарасын қандай? Шырағым, тек қазақ емес, түріктер де бұзылып тұр. Өрдаган қайда қарап өтсің? Ұлттық арнада көрсетіп алды. Біздің қазақта ұят жоқ әтесінен. Естіп қойды ғой не походу. Сразу айырылысып кеттік жаққа. Бердақ. Көрдің ба менің сөзім, датаго телевизорге жетеді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қайырлы күн баршаларыңызға. Постоянно айтып жүремін, егер де сіз Майсата сушиға заказ берсеңіздер, промокод Арслан плюс подарок ретінде пицца берілетін болады. Так что заказывайте Майсата. Всем привет, ребята, как ваши дела? Зацените мой сегодняшний мейк. Мне прям так нравится, если честно. Давно его, кстати, не делала, сегодня решила попробовать, получилось. Вроде бы. Достарда білесіздер, жеңілдіктердің уақыты қазір уже бітеді. 6 сағаттан кейін спонсорлық орындар өте күшті скидками беріп жатыр, так что үлгеріңіздер. Какое образование сегодня будет? Не знаю. Все зависит от того. Роковая женщина была, ма? Возможно. Нагша. Это Акма. Акма славится со своим цветом волос. Ее называют почему-то зеленкой, хотя у нее фиолетовые волосы, я не знаю. Менің ернімнің цветі күшті, помаданың цветі. Өзің күштісің ғой сен. Ай, рахмет. Бұзық бала. Ассалаумалейкум, казах елі. Инна, здравствуйте. Мен саған ұрысқан жоқ, просто айттым. Менде ұрысқан жоқ, мен просто айттым. Менде вообще жак шыны кезден бастап мен күн-күнді тиямын. Ассалаумалейкум, ағайын бауырлар, қайырлы күн. Күндеріңіз сәтті өтсін бізде. Роза ханым жүр. Дайынсыз ғой деймін уже? Иә, шамалдай. Мәртаздар. Жақсысыңдар ма? Сол достар, бізде осылай дайындық. Сәттілік бәріңізге. Достар, Алматыда құбылмалы ауа райы ғой. Кеше ғана жаңбыр жауып отыр еді. Бүгін күн шуақ, жайма шуақ. Өте керемет. Сонда да жылы киініп жүріңіздер. Қанша дегенмен көктем ғой. Байқап жүріңіздер. В общем, менде бүгін осындай образ.
Бини рахмет. Шашым аяй болды, ұнап тұр өзіме. Келдік мен досмотрдан достар. Бини жақсы көремін. Обожаю. Және де достар, әдеттегідей мен сіздерге өзімнің аксессуарларымды көрсетіп өтсем, қараңыздар, қолымда керемет мынандай білезік, мойнымдағы алқам мен сырғамды мен Lady Collection'нан алдым. Мен Lady Collection'ға еш уақытта изменять етпеймін, өйткені образдарымды тек сол дүкеннің заттарымен толтыра аламын. Сол дүкенде барлық аксессуарлардың түр-түрі бар. Міндетті түрде Lady Collection'ға тіркеліңіздер, барыңыздар, алыңыздар. Чего ты платье не хочешь? Нет, оно короткое. Нет, оно короткое. Оно не короткое, Мадинка себе говорит, я мерила. Оно будет таким. Нет, мне кажется, оно будет вот таким. Нет, вот а я вот сяду, так. а это будет так. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай достар? Менің атаулы байқауым 3,000-3,500 подписчик керек болатын болса, дәл өшіден свайп жасаңыздар. Скидкамен басталайын деп жатыр. Достар, асығыңыздар. Болашақта блогер болғыңыз келсе, болмаса Instagram парақшаларыңыз дамытқыларыңыз келсе. Бүгін құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде бейсенбі. Күндеріңіз сәтті өтсін. Біздің Диана жан дайындалып жатыр. Диана маған күнде тәттілер алып келеді. Сол үшін саған рахмет. Күнде таңертең жұмысқа келсем, мен столым үстінде обязательно бір тәтті, бір күшті бір нәрсе тұрады ғой. Сендерде сондай подружка бар ма? Жоқ, сендерде. Менде бар. Де. Она каждое утро приносит ей вкусняшки. Когда Биг приходит домой, на работу, у нее на столе вкусняшки. Вот такая подруга, а у нас этих подруг нет. Вот, да. Бүгін сағат 14:30-да Еуразия бірінші арнасында. Специально это делал, чтобы тебя откормить. Она тебя. Кто кому? Диана меня откормить? Да, чтобы тебя Чтобы ты была шире, чем она. Есть одна красивая подруга, одна некрасивая. Шығат несі қақты еді? Қалайсың? Жақсысың, қалайсың? Әдемі кетші. Рахмет. Ей, Махама, қалайсың? Көңіл күйің қалай болып жүр? Болмайды. Асхаттың бүгін шашы басқаша. Саған өрген де жарасады, жіберген де жарасады, бәрі жарасады саған. Шүкір әйтеуір, Бека ханым, рахмет, сіз мен сізде көңілімді көтересіз. Жарасады, айта береді. Агата жан, Агата қыз, қалайсың? Көйлегің әдемі екен. Рахмет. Көңіл күйің бәрі дұрыс па? Ағлан бар, қатысушы. Жарайды. Көңіл күйің жақсы ма? Көңіл күйің жақсы ма? Саған көп негатив жазылып жатыр, оқыдың ба? Я оқыдым. Бәрібір ме? Достар, сіздер айт дедіңіздер, айттым, маған бәрібір дейді. Әр адамның өзі ойы бар, сол сабада комментарий. Бәрі айтқан тыңдаймын, не істеймін, бірақ өзімде ойым бар, өзімде қабылдаймын. Санжардың парфюмі бүкіл әлемді алып жатыр. Шомылып шыққан ғой. Қалайсың, Санжар? Сен бәрібір красавчиксің. Өзінше болмаш. Асыл қалың қалай? Күшті очкиін киіп алып, я? Тема ма? Я, тема. Күшті очкиін. Сәтті күн болсын баршамызға, 14:30-да қосылайық. Міндетті түрде. Кстати, достар, үміткер жазып берші маған. Иә, біз
Ерасылға үміткер болып келіңіздер. Күшті свиданияға апарам дейді. Көңіл бөлемін дейді, саған қараймын дейді. 8 мартқа дейін тез келіп алыңыздар, подарка беремін ғой. Иә, 8 мартқа дейін құрметті достар келіп алыңыздар. Бізге бере берсе подарка? Сіздерге отдельно беремін ғой. Бәсе сөйтіп айтпасаң, аш жерде кассетқа кіріп кете жаздайтын едім. 877-225-25-22 нөміріне хабарласыңыздар. Ерасылға үміткер болып келіңіздер. Ерасыл сіздерді күтеді. 8 наурызда керемет сыйлық береді. Және де ұнап жатсаңыз, қанша уақытта үйленуге дайынсың? Жақын арада Шын жақсы көріп қалсам, сразу кетеміз. Сразу үйленесіздер де Талдықорғанға пучон кетесіздер. Сен осы жерде тұрған екенсің, бізге дәлелдеу керексің. Сен шынайы сезім бар екенсің. Шынайы сезім дәлелде. Не болып жатыр, жігіттер? Сенің сезіміңе күмәнданып жатыр. Сенің жұп болған Жоқ, күмәндап жатқан жоқпын. Дәлелдеп жатырмын да, шынайы сезім болса. Сенбей жатыр екен, енді мен қалай сендіремін ол кісілерді. Ол мен тұрсынаймен барлығы жақсы менде. Күнде кездесеміз. Үміткер болып келгелі бері әлі бір күн кездеспеген күніміз болған жоқ. Мәссаған, қандай жігіт? Дипанымдағы үміткер келді, ертесін жүк болып кеткен сәл адамға біртүрлі болып қалады да. Әлі танып білді ма? Күмән туғызады. Білген жоқсың ба? Кейін қыз андай шын білмейсің әлі деген сөз ғой. Бекет ханым өзіңіз көрген болсаңыз эфирде Ержан айтатын еді, Темірлан екеуі адам танып үшін бүкіл өмір кетеді деші. Бір күн жолықтым, ұнады, таныстым, арып бер, ішіндегі сылар ақтардым, ұнады. И все, мен созғым келген жоқ. Бірақ бақытты бол, мен мысалы бақытты деп қой, бірақ кейін қайтып біз болмай қалды деп жүрме деп жатқан ғой, жұптықтың Ержанның өкінішке орай үміткер жоқ, қалай деймін да? Иә, өзі кеше бір сөздердің арасында мен үміткер қабылдамаймын деп айтып қалды. Кластан келген құртты өмірге біз. Иә, біз вообще құрт жемедік қой. Неге, Ержан? Құрт жемедім мен, Түлкібастан әкелген. ғана келіп қалдым да, мөлдірге бердім. Жарайды, өмір ғой. Құдай қаласа жейміз. Бірақ мөлдірге бергенде себебі бар ғой, енді көреміз, иә. Нақты қадамдары болар ма екен, жүрегін жаулай ала ма екен. Кеше өтірік па шын ба білмеймін, бірақ үміткер қабылдамайын деп шынымен де айтып қалды сөздердің арасында. Енді бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмай көріңіздер. Өзі соңғы кездері красавчик болып, біздің Хамрақұлда красавчик болып жүр, қолында сағатын шешіп, Тұрсынай пайда болғалы. Бекет ханым осы. Иә, сол үшін тақпай жүр, молодец. Күшті, осылай күшті болып жүрсіңдер. Екеуің де красавчик болып жүрсіңдер, сол үшін. Сіз де красавицасыз. Алдыңдаршы мені, бірақ рахмет. Біздің Арыстан комментарий оқиды екен. Арыстан, қалайсың? Қайда жүрсің? Біз сені сағынып қалдық қой, бір күн болмап едім. Кеше аяқ астына ауырып қалып. Сөйтіп жазылып келген. Қазір жақсы сезініп тұрсың өзіңді? Кеше эфирді көрдің ғой, қалай болды? Сәл-пәл болғанда жігіт жолдас болып келе жатып қойшы. Иә. Болуға қарсы емессің ба негізі? Қарсы емеспін, бірақ енді абылай не айтады сол болады ғой. Иә. Әлі үйленіп жатқан Арыстан, жігіттерге. сен үйленген кезде жігіт жолдас кім болған қалайсың? Мен шешкен жоқпын. Ну, примерно. Осы жігіт қасында болған қызық болушы еді деген сияқты кеше. Сыртта болса басқа бір болады. Ал егерде Жобадан болу керек болса? Жобада болса, мен бердақ болады. Бердақ болатын шығар. Ішім піспайды, көңілді өтеді кесе Агат айтты ғой. Халал өтеді. Халал өте ма? Мәссаған. Тезірек үйленіңіздер. Біздің Арыстанға үміткер болып келіңіздер, құрметті достар. 877-225-29-22 нөміріне хабарласыңыздар. Біздің красавчик, батыр жігіт. Тимаджан, қалайсың? Неге көңіл күйің жоқ? Бар ма? Бәрі дұрыс па? Сен, мысалы, қара мен Арыстаннан сұрап жатырмын, Ақтөре саған да сұрақ. Сен үйленсең, кеше айтып жатыр ғой, енді Арыстан жігіт жолдас болып қала жаздады. Сен үйленсең, жігіт жолдас кім болады сенде? Мен үйленсем ба? Мұсабелла. Мұсабелла? Мұса болады екен? Екінде Ақтөре болады, ұзатуда. Тойында Сен той болмайды дейсің ғой, бірақ. Ұзатуда жүремін ба, не сонда? Тойда неге болмас? Той, осында болады. Тойда за порядка қараймыз. Ұзатуда абыроймен бару керек, қасында спортсмен болу керек. Тегі. Құдай қаласа тезірек той болсын, құрметті достар. Мұса болады, сенде Ақтөре болады. Все, шешілді. Ой, мына жақта романтик жігіт. Ана көздері жүрек болып кетеді ғой. Даусы күшті, я Мұсаның? Вообще красавицасыз ғой. Керемет. Сіз вообще красавицасыз. Үміткеріңіз қалай, жақсы ма? Үміткерім нормально, бірақ кеше сүйем деген
қайда деп былай дедім. Да. Енді жұп болайық деді, болмадыңыз. Соған ренжіп қалған ғой. Өйткені маған звондаған. Жігітке ренжіген дұрыс па? Жігіттер ренжімеу керек сияқты менің ойымша. Мен даже ренжімеймін. Агатаға қарап айтып жатыр. Агата жоқ па сөйтсе? Тұрсынайға айтылып жатыр, Агатаға айтылып жатыр. Қалыңыз қалай, Селек? Менде бәрі жақсы, бәрі керемет. Біздің Әсел ханымға үміткер болып келіңіздерші. Әсел ханыммен өте қызық. Беседовать еткен даже интересно деп айтады ғой, сондай. Келіңіздер, үміткер Маржан ханымның үміткері бар. Үміткеріне кеше жұп болмаймын деді, бәрі дұрыс болады деген ойдамыз. Үміткеріңіз ренжімесін. Біздің Маржан сияқты сұлу ханымды ренжітуге және ренжуге болмайды. Я айтып жатырмын. Потому что вот келмеген Даншына үйреніп кетсін шарсеті. Аумин. Не қиялдап атсыңдар екеуің? Екеуі өзінше бұқалатын ше? Азамат та, Нұртасты да танисыздар ғой, құрметті достар, эфирге шығады. Сторис түсірмей тұрып, нормально сөйлеседі. Сторис қосылса екеуі түр жасап алады ғой. Екеуі бір қыздан ұстап алды. Жұлдызды. Алынбайтын Қамал деп айтып жатыр ғой, сол Қамалды ұстап алды. Жұлдызды. Мына жақта панда қызымызды, біздің тәтті қызымызды, я. Не өзінше болып отырсың, Нұртас? Не болды, кім ренжітті сені? Панда қызы ренжітті ма? Панда қызы ұстапты ғой. Вот, жұмыстан шаршап келді. Қара. Жұмыстан шаршап келді, да? Мына жақта не болады? Аха, жасыңыз қаншада, Маржан ханым? 36-да, есі че. А, мен 16 деп ойлап қалдым. Нұртастың парақшасына кіріп, Нұртастың өлеңін тыңдаңыздар. Мен ол өлеңді тыңдап жүргеніме уже 2 аптадан астау деп ойлаймын. Күшті өлең, я, Азамат? Алдаш, қолмен ұйықтаймын. Мен сторисімді бүкіл тек қана сенің өлең қосылып тұрады ғой. Бұл қарамайды ғой біздің стористарымызды. Бұл мықты ғой, я. Аза, Жұлдыз қалай? Жұлдыз жақсы, сәлем айтып жатыр. Оған да үлкен сәлем. Кеше пицца дайындап беріпті, Нұртас. Пицца дайындап берген ЖА деп жасап берген ғой. Не деген романтик өзі. Өте бәрі дұрыс. Ол болсын список жасап жатыр ма, не істеп жатыр? Әтеуір ана үлкен кісілер, тәтелер болады ғой. Ана қолдары босамай жасап жатады. Не істеп жатсыздар, ол болсын? Немді? iCloud-ымды. Тойға дайындығы жақсы ма, дұрыс па барлығы? Абылайға ренішіңіз басылды ма? Жарайды, қарамайды, ол болсын сондай өзі. Аха, пока. Саған Роза ханым, көктемнің бүгін 2-ші күні, 3-ші күні бүгін. 4-ші күні екен ғой. Әп-әдемі болып тұрсыз, жайнап тұрсыз. Көйлегіңіз өзіңізге күшті жарасып тұр. Өзіңіз сары қызсыз ғой, сары көйлек киіп, шашыңыз сары, әп-әдемі жарасып тұр. Біздің Роза ханымға үміткер болып келіңіздер, құрметті достар, сіздерді күтеді. 877-225-29-22 нөміріне хабарлассаңыздар. Ой, қандай күшті керемет кездесуге барасыздар, мүмкін Роза ханым сіздің маңыңыз болып қалар. Өмірлік жарыңыз, я, бірге шай ішіп, я, күшті бар. Ханым, сіз де көктем болып тұрсыз ғой. Көйлеңіз көк цветпен жасыл, ой, сары цвет өте әдемі жарасады екен. Күшті сочетание. Жарасып тұр. Кеше жылап қалдыңыз. Я, балаңыз сағынып қалдыңыз, я? Сөйлесесіз ба, күнде хабарласасыз ба? Айттыңыз ба, үміткергесін болды. Біздің сол үшін Айгүл ханымға үміткер болып келіңіздер, құрметті достар. Айгүл ханым, қараңыздар, қандай модница, өз жасынан жас көрінетін біздің Айгүл ханымға үміткер болып келіңіздер. 877-225-29-22. Сіздердің де жаттап алатын уақыттарыңыз болды. 877-225-29-22. Осы номерге хабарласыңыздар, Айгүл ханымға үміткер болып келіңіздер. Рамаджан, қалайсың? Жақсы ма, өздеріңіз қалайсыздар? Айтпақшы, бүгін Лейламен кездесу болады. Так что менің сторисімді бақылап отырыңыздар. Реклама қалай, я? Лейламен қалай болып жатыр? Сөйлесіп, қыздың реніші басылды ма?
баяғыдағыдай болып кетті ма барлығы, қалай болып жатыр? Жоқ, баяғыдай болды деп айта алмаймын, бірақ жайлап келе жатыр. Бірақ бүгін күшті кездесу ұйымдастырайын деп жатырмын. Бізге де қызық болып жатыр. Иә, негізі, бүгін көріңіздер, біздің Лейла Инстаграмда отырмайды ғой, сондықтан ол білмейді да, иә. Бүгін күшті кездесу болады деп жатыр. Біздің Рамазанға кіріп, стористарын бақылаңыздар, көріңіздер. Рамазан красавчик болып кетті шын, Лейламен қосылғалы бермей айтып қаршамаймын. Лейла да өте әп-әдемі, екеуің күшті парасыңдар, тіпай. Көз түсмесін. Пара емес, бірақ енді сендер баяғыдан таныстыңдар ғой, сондықтан қыз бен жігіт деп айта берейінші. Иә. Қанды кішкентай бауырсақ қой, қараңыздар сіз түріне. Мен басынан қатқанға қашты. Сен кеш бастап қойдың.